Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі капкейктер дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмсақ сармайымызды ыдысымызға салып аламыз, оны миксерлейміз. Содан соң сармайымыздың үстіне жарты қантымызды сеуіп, жақсылап миксерлеп аламыз. Қалған қантымызды сеуіп, сармай мен қант біріккенше жақсылап миксерлеп аламыз. Сонан соң жұмыртқамызды бір-бірлеп сала отырып, миксерлеп аламыз. Екінші жұмыртқамызды саламыз, тағы да миксерлейміз. Бөлме температурасындағы қаймағымызды салып, біріккенше араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды дайындап аламыз және осының үстіне қопсытқышты, ванилинді салып аламыз. Осының бәрін біріккенше араластырып аламыз. Ұнымызды екіге бөліп, дайындаған қоспамыздың үстіне саламыз. Және де осыны жақсылап миксерлейміз. Қалған ұнымыздың бөлігін салып, тағы да миксерлейміз. Жақсылап әдемі қамыр шыққанша миксерлеп аламыз. Силиконовый күрекшемен айналасын бәрін алып, біріккенше араластырып аламыз. Арнайы кондитерлік мешогымызды дайындап алып, осының ішіне қамырымызды құямыз. Міне осылай мен құйып шықтым, және де осының ұшын кішкене қиып алып, арнайы осындай капкейктердің ыдысына жартылай құйып шығамыз. Осылай барлығына құйып шықтым. Қызып тұрған пешке 160-170 градусқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Арнайы кремді бетіне жағып шықтым. Кремнің рецебін менің описаниема жазып кетемін. Мінеки осылай әдемілеп кремді жағып шығамыз. Қалауыңызша әртүрлі жеміс жидектермен әсемдеуге болады.